Біреу ыңырсығандай ма, мазасыз бір үн жүйкесін жеміріп барады. Селкетіп шырт ұйқыдан үркіп оянды. Әуелі ештеңені түсінбеді. Манауырап ұйқылы жатты да қойды. Жатқан жері көзге түртсе көргісіз тас қараңғы. Көңіліне үрей ма бірдеңе, жүрегі дүрсілдеп кеткені несі. Әдетте оң қолы жақта алақандай терезе болатын өзі ғой. Сол терезе түн баласы бозарып білінетін. Енді терезе де жоқ, бозамық сәуле де байқалмайды. Жым-жылас. Ойында әлгі бір ыңырсық үн алды. Иә, біреу жаңағына ыңырсыды ғой. Артынша тым-тырыс бола қалды. Бұл не? Құлақ түріп, бір ауық тың-тыңдап еді, қайта шалынбады. Мұның оянғанын сезіп қалғандай ыңырсуын сап дейіпті. Түсім бе деп, алағызыған көңілін алдаусыратпақ болды да, әй бірақ түске ұқсамайды. Анық естідім ғой деді өзіне өзі іштей. Иә, біреу ыңырсыды ғой. Артынша тым-тырыс бола қалды. Бұл не? Құлақ тұрып бір ауық тың-тыңдап еді, қайта шалынбады. Бұның оянғанын сезіп қалғандай ыңырсуын сап дейіпті. Түсім бе деп, алағызыған көңілін алдаусыратпақ болды да, әй бірақ түске ұқсамайды. Анық естідім ғой деді өзіне өзі іштей. Иә, біреу ыңырсыды ғой. Жан-жағын сипалап, қорқа соқтап, созған қолы жұп-жұмыр жалаңаш кеудеге кезікті. От боп жанып жатыр. Мәдемі ғой. Қуанышы қойнына симай, осы жаңа ғана үріккен көңілі кенет күрт серпіліп, көкірегін ала бөтен бір шаттық кернеп ала жөнелсін. Мына бір көрден айырғысыз түнектің қай жер екені есіне енді түсті. Кеше екі кештің арасында көшіп келген жаңа қонысы, қарындасы Гүлнұр тауып берген пәтер, терезе жақ бет, әуелеп өскен қалың ағаш екенін кеше байқаған. Қараталдың әйдік бұтағы әйнекті солайымен жауып тастаған. Түнгі аспанның болмашы бозаңынан қалқалап, бұрынғы тұрағы алақандай әйнегі бар жатаған жер кепе еді. Мынасы екінші қабатта, жерден ажырап биік үйде ұйықтауы осы. Бірінші рет жүрегі лүпілдеп дүниені ұмытсын. Жанында бір жамылғы астында тұла бойы қорғасындай балқыған мәдемі. Дем алысы білінбейді. Ұйқысы шайдай ашылған. Анары тып-тығыз екенін көзі көрмесе де алақанымен сезіп жатыр. Қандай бақыт! 62 тамырын қуалаған ыстық лептің лықсуын-ай, алды-артына қарайлатар емес, балғын денеден бұрқырап ескен, жұпар иісті құшырлана сімірген көңілі масаң. Анарының ұшына ерні тигенде қыз үркіп оянды. Амантай деді, үні естілер-естілмес алқына жетіп. Мәдемі, жігіттің даусы толқын көміп өткендей тұншығып шықты. Ақыры аңсарын тапты. Сілелері қатқанша ләззатқа малтыған олар сол күйі кірпіктері қармасып қалғып барады екен. Тағы сол жаншылған дауыс. Ауа жетпей алқынам-ау, жаны қиналып ауырсынам-ау. Әне, енді тіпті анық естілді. Табірге тұстан жоқ, әлде аяқ жақтан ба? Жігіт ояна келе жастықтан басын шалт көтеріп еді, анау үн түнсіз қалды. Қайта естілемеді де, елеңдеп күткен үміті ақталмады. Қабырғалас көршілер шығар деп ойлады ол, жамылғыны кеудесіне қарай ақырын тартып жатып. Етаж үйдегілердің көретін күні осау, құрысын, құрып кетсін. Сәлден соң әлде талға қонған құс па, жыламсыраған үн шығаратын құстар болатын еді ғой тайгада деп әскерде жүрген кезін еске алды. Жұмбақ жайды елемеуге тырысып, өзін алдарқатып бақса да, көңілі жуық арада жайланбай қойғаны. Бұл жолы мәдемін оятпай, шашын ғана иіскеді. Қыз осыны күткендей қозғалақтап, оянып кетсін. Ұйқылы-ояу бұлдырлап тәттілік тілегендей жалаңаш білегін созды. Амантай оның қалай тез оянғанына қайран. Әлде ол да қалап жатыр ма? Тал бойы тосыннан тұтанып кенет ысып ала жөнелген содан күйті келген бураша екпіндей ұмтылып, үлбіреген тамағынан, балғын анарынан ашқарақтана асығыс сүйе бастады. Құмарта сімірген жұпар иіс ақыл естен айырып жаңағы жағымсыз жайдан жұрнақта қалдырмапты. Лып көтеріп құшағына алды. Аялап алдына отырғызды. Қауырсындай жеп-жеңіл-ау. Осы қылығы оған да ұнады сірә. Қытығы оянғандай жігіт кеудесінен аптығы бөбе бастады. Тұла бойларын балқытқан ыссы толқынға екеуі бір батып бір шығады. Сүйсінген дыбыстары толқын арасынан бір естіліп, бір естілмейді. Әлгі бір мазасыз ыңырсық үн оянбасына қоймады. Тағы басталды. Бұл жолы тіпті анық-ау. Осы өздері жатқан бөлмеде, қол созым жерде, сұмдық-ай, бағана қалай аңғармаған. Енді құлақ қойса, мынау басқа емес қыздың дауысы. Иә, дәл өзі. Қыз қарулы, қатты әңгүдік біреу. О бишараны естен тандыра ұйпап, аяусыз езгілеп жатыр ма?
Немене, Амантайдың көзі ұйқыда болса да, санасында бұлдыр түйсік бар. Түн тұмшалаған аядай бөлмеге жын-шайтан үйме-жүйме боп толып кеткен екен дейді. Түпсіз тұңғиыққа құлдилап құлағандай, шақша басы шыр көбелек айналып, бұлдыр түйсігі естен танды беймәлім бір халге ұлассын. Анау ыңыр суын қойып енді булығып жылай бастапты. Жәбір көрген, көкірегі күйген, бейшарай өкпесі өштау. Осымен үшінші мәрте екенін біліп жатыр. Төңірегін түгел сезінсе де, кеудесі тасқа бастырылғандай, қимылдауға зар боп қалғаны қорқынышты. Басын көтере алсашы, күш-қуаты сарқылған, былқ-сылқ өзі де өлік сияқты. Қанша тырысып бақса да, жұмылған көзі ашылмады. Бісміллә деді бір заманда, ерні әлсіз қыбырлап, қауметі соған жетті. Солақ екен, сығырайып көзі оңай ашылды. Қыздың да жаны жай тапқандай кенет үні құмығып, тым-тырыс бола қалды. Сонда байқады, өзінің де жанарына жас толып тұр екен. Терезеден бозарып таң білінді. Жарығы тым жұтаң, құлағынан ыңырсыған жұмбақ үн кетпейді. Кештетіп жұмыстан оралғанда байқады, қуықтай пәтеріне бүгін жан жадыратар шаттық орнай қалғанын, қаланың қарбалас тірлігінен титықтаған жүйкеңді әп-сәтте шуақ бөлей қоятын шырын шаттық. Әлбетте ол мәдемімен бірге келді. Соған қуанды. Бұл өзі сонау бақытты сезінбегелі қай заман. Жамбаспыл төлеп тұрған жалдамалы бөлмесі қашан көрсең жүдеу еді. Орыс кемпірдің адырақ алғыр сол ескі құжырасынан безіп кеткісі келетін сонда. Безгенде қайда барады білмейді. Алып қаланың тұрғыны болғанына міне 3 жыл. Оны да ойға алғаны осы жаңа. 3 жылда қазан асып көрген емес. Үйден ыстық ас ішуді ұмытқан. Жалғыздың күні құрысын. Ал бүгін бәрі басқаша. Үйдің іші тап-таза, айнадай жарқырайды. Ыстық астың айрықша хош иісі бұрқырап, жанға жайлы жылы лекілдеп есі болып тұр. Өзі жав-жаз, өзі сүп-сүйкімді әйел заты ыстық құшағын жайып, мойнына асылып, қуана қарсылып жатқаны мынау. Кешкі асты қатар отырып бірге ішуде бақыт екен. Амантай мәдемінің жас балаша алақанына салып көтеріп әкетті. Ұятай, қыздың даусы бұлдырлаған сәбидің өлі сияқтанып естілді. Түн болсында, ұяласың ба? Ұялам, қарамашы. Міне көзімді жұмдым. Жігіт салмағын сезінген сайын өн бойын от кеулеп бара жатқанын аңғарды. Тас боп қатып қалған екен, тағы да сол құлақ қажаған ыңырсу шошып оянды. Қараңғылық қоюланып кетіпті. Түннен шықпағыр әлгі үн шорт кесілген. Бөлме іші тыныш. Бұл не сонда? Осы жаңа ғана абанық естіді ғой. Оянып кеткенінде содан емес пе? Қос қолымен басын шеңгелдеп меңзең боп отырып қалды. Әлде құлағыма шулаған. Көңілінде күмән көп. Осы үйде бір пәле бар деп ойлады бір мезет. Жын шайтан бар. Енді шын қорқа бастады. Бісміллә, бісміллә деді сосын сыбырлап. Бар білгені сол. Сан сапалақ сұрақ ой қиялын көкпар қып, сансақ қалып қашады. Әлде мәдемі межлаған. Өз ойынан өзі шошындып, қарғыс атқыр сол түнгі оқиға есіне еніп жатпасын. Демі дірілдеп шықты. Мекеме бастығын әуежайға түннің бір уағында жеткізіп салған соң, тақымдағы шетелдік көлікті қалаға қарай бұрған еді. Бағыты өңкей жер үйлерден тұратын жұмысшы қыстағы. Осы ауданда жалдап алған бөлмесі бар. Қыстаққа апаратын қараңғы көше бос. Жүйткіп келе жатқан жалғыз өзі. Кенет оң қапталдан біреу жан ұшыра атып шыққаны. Машина астына түсердей тұп-тура бері ұмтылсын. Тешегішті басып үлгерсе де қағып кеттім бе деген қорқыныштан төменгі жағы шымырлап, жуық арада еш жей алмай, рөлге тас боп жабысып қалыпты. Ол болса есікті жұлғып ашып, апыр-топыр мініп жатыр. Мойнын бұрып үлгергенше, ағай жүріңіз, жүріп кетіңіз деп, зар еңіреп жылап жіберсін. Қараса анадан жаңа туғандай тыржалаңаш біреу емес қыз. Жүріңіз ағай, жүріп кетіңіз. Ағатай абдырап отырған бұның иығын қос қолдап жылмалай бастады. Сұмдық-ай, кім мынау, жын ба, шайтан ба? Әне келді. Қыздың ащы даусы айылын жылдан жердірді. Тас көшені тарсылдатып жүгірген екеу жуықтап қапты. Машина тұрған орнынан ыршып қозғалды. Такси ұстап, соңымнан түссе қайттым. Қапелімде мұз жұтып қойғандай, қолқа жүрегі қалтырап мұздасын. Пасым бәлеге қалмаса етті. Қараңғы тар көшемен жалғыз соқтырып кеп, бұрқ-сарқ қайнаған үлкен даңғылға ауысқан соң ғана жылдамдықты бәсеңдеткен, қатарында бүрісіп отырған қызға назар салғаны сосын. Ол боталап, жанарын кеңірек ашып, бұны жаңа көргендей үркіп бір қарады да, көзін төмен алып қашты.
Киіктің лағындай шап-шағын қыз, шашы жалбырап тұр, қолын кеудесінен айырмай қалай жапса да, құлын мүшесін жасыра алмай әлек. Арқалыққа асулы костюмін қыздың алдына тастап жатып, не болды деді. Кім олар? Хайуандар. Сыңсыңдап жылап жіберді. Дірдір еткен жалаңаш иығын игере алар емес. Тысқа жалтақ-жалтақ тастаған көзі үрейге толып тұр. Қайда тұрасың? Аха, үйің қайда? Үй ме? Үй деді өксігін баса алмай. Бота көзі мөлт-мөлт. Шаңыраққа апара аласыз ба деді. Сәлден соң сөзін үзіп-үзіп. Белді мекеме бастығын таситын машина қыз тұратын ауданға құйындап ұйтқып әп-сәтте жетті. Осы деді қыз жасқана сөйлеп. Осы ара, тоқтаңызшы. Тоқтады. Ана үй, көк қақпа ма? Сол. Жағалай жер үйлер түскен көше, тып-тыныш, бірін-бірі мігірсіз қуалаған қос қанден иттен өзге қыбыр еткен тіршілік нышаны байқалмайды. Қыз нұсқаған үй жақ мүлгіп тұр. Жарық сөнген, қақпа жабық, шарасы түгесіліп, қыз алақанымен бетін басып пыш-пыш жылайды. Ағам деді бір кезие кемсеңдеп. Ағам. Жігіт тіл қатпады. Оның мына тауқыметі енді өзінің иығына ауысқандай жаны жүдеп сала берді. Қыз демін ішке тартып, тым-тырыс дыбыссыз отыр. Кеудесін қамсау болған костюм төмен жылжып кетіпті. Ай сәулесі аймалаған анары көзді еріксіз суарады. Жігіт костюмді жөндеп, иығын қымтап қойды. Мә, жеңгеңе соқ деп, қалта телефонын ұсынып, ол бұның айтқанын естімегендей, қырын қараған қалпы қалшиып отыр. Жеңгем телефон ұстамайды деді біраздан соң, үмітсіз сыбырлай сөйлеп, демінде діріл бар. Ағамның нөмірі есімде емес. Қайда апарайын, айтшы, баратын жерің бар ма? Қыз басын шайқады. Сорғылап аққан көз жасын сүртпей, үнсіз егіле берген. Жігіт моторға жылдам от беріп, машинаны кері бұрды. Қыз не нәрсеге де көндім дегендей, кеудесіне домалаған басын көтерместен бүрісіп отыр. Көлікті автотұраққа қойып келген соң жарықты жақпай, қабырғаны сүйкеп барып, төсекке киімсен қисайды. Төсегі тықыр алаша үстіне төсей салған құрақ көрпеше. Жатар кезде қапталдағы темір кереует жаққа назарын жықты. Күнде жұмыстан кеш жетіп келгенде серіппесін солқ еткізіп сондай құлай кететін. Бүгін өйтпеді. Ұйыған аяғын рахаттана созған күйі көзін жұмбай едәуір жатты. Бүгінгі оқиғаның әсерінен арыла алмай, көңілі алаң. Бұл не жағдай? Енді не болар екен? Енді не болатынын ойлап үлгермей қор ете түсті. Артынша селк етіп көзін қайта ашты. Құлағының түбінде әлгі бір қыз ағатай деп жыламсырап үн қатқандай. Шырын ұйқының шырайы кеткен. Күнде өзі дамылдайтын темір кереуетте қыз жатқанын ойлап ұйқысы шайдай ашылсын. Көз алдында қыздың бұлтиған жалаңаш анары. Кетпей тұрып алды. Гүлнұрға деп сатып әкеп қойған гүлді халат өзіне жараса қалдау. Иығына жапқанда өзіне жаудыре қараған сондай сүйкімді көрінген. Жанына барсам бекен деп ойлады. Бағанадан қалай келмеген ойыма. Соған таң, шынау тіпті, әлде шошып кете ме? Қой шошымас, шошып не көрініпті? 30-ға кеп қалдым, әлі бір қызға қол сап көрмеппін. Енді көр, уылжып жатыр ғой, қол созым жерде дейді бір ойы дегбірін алып. Жігітпісің, жігіт болсаң тұр орныңнан. Қой дейді бұл басын алып қашып. Жүрегің дауаламайды? Жоқ, неге? Бар ендеше, бірден бас салма, аялап оят, шашын сипа, иегін ұста, бойын үйрет. Апырая, жастықтан басын көтеріп қабырғаға сүйеніп отырды. Әп-бәрекелді, міне жігіт, көре қал, сонда өзі-ақ ысырылып орын береді. Ысырылып жатпаса ше, әрі барыңыз десе ше, үйіңе өзі кеп тұр ғой, ондан ау жексұрындардан айырмам қайсысы? Әй қойшы, құрысыншы. Қалай қиялдаса да жатқан орнынан тұрып, қыздың көрпесін көтеруге батылы бармады. Ұяты тежеді ме, ынжықтық па құдай білсін. Сөйтсе де қыз жаққа құлағы түрулі, дем алысы білінбейді. Қыздар қалай тым-тырс ұйықтайды? Кенет темір кереует сатыр-сұтыр қозғалды. Қыз екен ұшып тұрған, бір аттап жанына жетті, сылқ түсіп тізерлеп отырды. Не болды деді жігіт басын жастықтан жұлып алып. Біреу келе жатыр. Қорықпа, ешкім жоқ деді бұл. Десе де жүрегі кеудесіне сыймай атқақтап кеткенін аңғарды. Қорықпа, мен бармын жаныңда. Жоқ, келе жатыр. Дірдектеп жылап жіберді. Жігіт қыздың білегінен ұстап бауырына тартты. Ол оңай илігіп жігіт бауырына тығылды. Тұла бойын билеген майда дірілден көпке дейін арыла алсашы. Дегбірі қаша берді. Біраздан соң ғана өз-өзіне кеп жігіт құшағында жатқанына ыңғайсызданды ма, басын көтерді. Атың кім деді жігіт оның құлағына сыбырлап. Мәдемі,
мен Амантаймын. Екеуі осыдан соң тіл қатыспай тым-тырыс отырып қалды. Үнсіз ұғысқан деген осы ма? Бір уыс боп бүріскен қыздың суыртпақтап сыртатқаны, содан кейін оның үзіп-үзіп сыбырлап айтқан сөзінен түсінгені, мектепті осы жаз бітірген, оқуға түскен. Қорқып отырсың ба деді сәлден соң Амантай аузына сөз түспей. Қорқам, меннен ше? Қыз едәуір үнсіз қалды да, сіз жақсы адамсыз деді баяу ғана. Амантай оның иегін сипап ұстап, жүзін өзіне бұрды, ерніне ерні жанасты. Мәдемі басын алып қашпады, былқ-сылқ етіп жігіттің ыңғайына бағына берді. Таңертең орыс кемпірдің құжырасынан көңілі бір түрлі алабұртып шыққан. Қобалжу да бар, көңілі астан кестең. Бұл не, бақпа өзі келген, әлде сорма алдан ораған. Қайсысы болса да тәуекел деп тастүйін бекінген түрі бар. Бұйырған осы шығар. Мәдемінің жәудірей қалған бейнесі көз алдында. Екеуі таң бозарып атқанша көз ілмеген. Сен ешқайда жібермеймін деген бұл сонда үздіге сөйлеп. Менің қасымда қаласың. Қаласың ба? Айтшы. Мәдемі жауап берудің орнына Амантайдың мойнын тасқып, әнтек құшақтай алды. Кеудесіне жүзін жасырды. Қыздың көз жанары ыстық жасқа толып шыға келгенін түйсігімен сезді Амантай. Сол қылығы енді жүрегін елжіретіп келеді. Бастығының алыс қалаға ұшып кеткенін де жақсылыққа жорыған. Базарға бара жатып, көкірегін көңілді бір күй тербей берді. Бар ойы Мәдеміге киім сатып алу. Гүлнұр қайда екен деп енді бір сәт қарындасын ойлап кетті. Шырағым балам, жалғыз қарындасың, сенен басқа сүйенер кімі бар? Қарайлай жүр деп еді кемпір шешесі анада ауылға барғанда. Мен де барам қалаға деп, ақша табам деп үйден безді ғой. Айтқанды қылмай, қорқам заман жаман. Анасының сол аманаты жатса тұрса ойында. Не жұмыс істейді, қайда тұрады білмейді. Әкесі тірі болса, оқуға түсірер еді. Әттең, ана дүниеге ерте аттанды. Аға боп бұның да қайыры аз. Кейде сонан ба Гүлнұрдың алдында өзін кінәлі сезініп, можып қалады. Екеуміз бір үй жалдап тұрайық, апамның көңілі жайланып жүрсін деп еді. Бір кездескенде, уайымдама, таныс қыздармен бірге тұрам, жұмысқа жақын деп көнбей қойған Гүлнұр. Істеп жүргенің не жұмыс десе, ақша табатын жұмыс дейді жұмбақта. Саған көп болса кафеде даяшы шығарсың, ыдыс-аяқ шығар жуатының. Ауыл қыздарының бұдан басқа істейтін жұмысы барма қалада деп ойлайды бұл кейде. Ақша табатын жұмыс дейді ау деп енді іштей кейіп келе жатыр. Сөйтсе де айналайын-ай, мынандай үлкен қалада ауылдан келген қыз балаға қауіп көп қой деді мүсіркей. Көзі ілінсе болды, әлдекім ыңырси бастайды. Қатарынан екі түн байқады. Мұның қалғыған кезін аңдейтін бір пәлесі бар. Көзін жұмуға да сескеніп қалған. Содан секем алып бақырайып жатқаны мынау. Кім ол? Неге ыңырсиды? Оянып кетсе тыншай қалатын несі? Неге? Мәдемі сезді екен деп ойлады бір кез. Ол болса алаңсыз ұйқыға кеткен. Сезбегенін жақсы деп тағы толғанды. Түсім болса етті дейді, және оны жаманатқа қиғысы келмей. Әр ойдың басын бір қармап жатып, бір шешімге келді. Онысы адыраспан тұтатып бөлмені аластау. Жын шайтан пәлем метер сонымен кетеді деуші еді анасы. Қысылғанда бұл да мамамның жәрдемі шығар деп анасын еске алды. Байғұс мама мүлбіреген ұялшақ келінін көргенде жүрегі жарыла қуанады әлі деп жақсы ой ойлауға тырысты. Тойдан соң ауылға шошайтып, жалғыз тастамай қасыма көшіріп алам. Жұмысым бар, Гүлнұр да табыссыз емес. Көз ұйқыға іліге беріп қуана жымайды. О тоба, тағы да жетті құлағына. Алдыңғыдай қорқып үрікпеді, бірақ өзін өзі сабырға шақырып, жұмбақ жайдың тылсымын тануға талпынып еді. Анау бұның сонысын сезгендей үнін өшіріпті. Қайдағы өшірген, құлағында жаңғырып тұрып, өзіне таныс үн сияқты ма? Қалай? Иә, бұрын онымен сөйлескен тәрізді. Құдай-ау, кім ол? Есіне түссеші. Адамның өңі тәрізді түстерде болады екен-ау. Сабырлы қалпын сақтап оянған Амантайдың басына бірден келгені ой осы. Кеудесін көтеріп, бір уық табжылмай отырды да, тәлтіректеп тұрып, екі қолмен қараңғыны қармап терезеге тақау барды. Пердені ысырып ашқанда, Мәдемінің қасы көзі бұлдырап байқалды. Оған екідай оймен үңіліп қараған Амантайдың өңі жабырқау. Шырын ұйқыға шым батқан Мәдемінің қиғаш қасы қиылып, алақандай бейкіні жүзі беймарал балбырай қалыпты. Езу тартып күлімсірей ме қалай? Жоқ деді Амантай күбірлеп. Мәдеме емес басқа. Басын шайқап ақырын шегіншектей берді. Бөлме тыныштыққа бөгіп тұр. Сағаттың әлсіз тырсылы ғана құлаққа талып жетеді. Сонда қалай?
Тыншыға жылаған қыз дауысы құлағынан кетпей ыңырсып тұрып алған. Жұмыс соңында шаршап қалжырағанын аңғарды. Түнгі ұйқыдан маза қашқан, ит тартқан терідей қырық қырау, көзі кіртиіп сірке су көтерер емес, ыңырсып жылаған әлгі бір қыздың үні не қылған қиын жұмбақ, түсі де емес, өңі де емес, түсіне де ұқсамайды, өңіне де келмейді. Не пәле бұл? 2 түн жоқ, 3 түн қатарынан жүйкесін жүндей демес пе? Кім ол, кім? Өзіме емес пе кем? Өз ойынан өз үркіп бет-аузын сипап байқады. Осымен ауыра бастаған жоқпын ба? Есік көзінде көрші кемпір отыр. Бағана ертемен жақтырмай қарап ұзатып салған. Сол отырған орнынан тұрмаған ба немене? Басы салбырап, жұмыстан жабырқау қайтқан бұған көз тігіп, сен бала келгіштеп кеттің ғой деп дүрсе қоя берді. Немене, ақшаң көп пе? Байсың ба? Түсінбедім әже. Кемпірге сұраулы жүзбен қарады. Түсінбедім, бәлені түсінерсің. Кемпір күйбеңдеп орнынан әрең тұрды. Өзің тәп-тәуір бала сияқтысың, жезөкшелерге лағып, ауру тауып алсаң қайтерсің. Жүр сосын өмір бойы іріп-шіріп. Жезөкше? Кім жезөкше? Мені бір иіс алмас жаман кемпір деп бедің? Сендей желіккен балдардың есілдер танау ғой. Анау пәртердегі жезөкшелер қой, оларды жұрттың бәрі біледі. О, тоба, қазақтың жезөкше болған қызын да көрдік. Селдірек шашасынан құйқаса қарып көрінген секемшіл кемпірдің көзінде күмән тұр. Бұл түкті де ұқпай жылыстап өте берді. Бота көзі мөлдіреп құшақ жая ұмтылғаны қандай қуаныш. Неткен бақыт, бақыт деген бардамысын көмейлетіп, бірден асата салмай мысқалдатып таттырып, бір тәттіден соң бір тәттіген тықтырып, тамсантып қоятынымен қымбатау. Жайдары күліп, алдынан шыққан мәдемі көңіл кірбіңін жуып шайып жіберді. Құшағына кіріп үлгермеді. Есік қоңыры ойбайын салсын. Гүлнұр екен. Үстіне кигені кіндіктен төмен, көкіректен жоғары, әп-әдемі қою қара шашын сиырдың үйтілген басындай сап-сарғып күйдіріп бояп тастаған. Не боп барады өзі? Қарындасын киім киісін жақтырмай тұрса да, оның басқа кез емес тап қазір келгенін құп көрді. Ауылда шошайып жалғыз қалған кемпір шешесін көшіріп алмақ болған ойын айтуға асық. Кел төрге шық, қазір жұмысқа бара жатып, сендерді көре кетейін деп, мә үйді жайнатып жіберіпсіңдер ғой. Гүлнұр таңданысын жасыра алмай айналасына қарай берді. Біз 2 қыз тұрдық осы үйде, жұмыс деп, ештеңеге қарамаппыз. Әй, өз үйің болмаған соң, Амантай оның осы үйде тұрдық дегеніне тіксініп қалды. Бірден ойлағаны көрші кемпірдің сөзі. Елеңдеп қанша тосса да, сосын бұлай ыңырсып жылаған қыз дауысы қайтып естілмеді. Ізім қайым жоғалды.